Сәлеметсіңдер ме балалар? Жас достарым, өнер бөлімінен әртүрлі көңіл күйдегі музыка мен өнер түрлерінің, поэзияның, бидің, балеттің, суреттің және мүсіннің байланысын тауып талқылауды, тыңдаған әуеннің сипатын, мазмұнын, көркемдеуіш құралдарын анықтауды және салыстыруды, музыкалық формаларды ажыратуды, музыкалық көркемдеуіш құралдарды ажыратуды және қолдануды, концерт, композитор, оркестр, әуен туралы түсінік алып сабақта пайдалануды, қазақтың үрмелі музыкалық аспаптарының, сыбызғының, састырнайдың дыбыс бояуын, ойнау тәсілін ажыратуды үйренесіңдер. Музыкалық сауатта концертпен, поэзиямен, композитормен, оркестрмен, әуенмен, ноталар ұзақтықтарымен, мүсінмен, музыкалық формамен, музыкалық құрылыммен, бимен, балетпен жақынырақ танысасыңдар. Өнер бөлімінде концерт, композитор, оркестр, әуен, музыкалық форма, музыкалық құрылым, би терминдермен ұғымдар санатын толықтырады. Бүгінгі біздің музыкалық саяхатымыз музыка және поэзия тақырыбына арналады. Музыка белгілі биіктіктегі дыбыстардан тұратын, адамға сазды әуенмен әсер ететін өнер түрі. Поэзия өлең түріндегі ауызша немесе жазбаша жазылған әдеби көркем шығарма. Романс аспап сүйемелінде орындалатын жеке дауысқа арналған поэтикалық мазмұндағы шағын музыкалық шығарма. Өте ерте заманда жер бетін мекендеген халықтар өлең дегеннің не екенін, ән дегеннің не екенін білмеген. Адамдар көңілсіз, сүреңсіз өмір сүріп жатты. Табиғатта мұңға батып, мүлгіген тыныштық орнаған. Ол кезде әннің құдіретін аспан ғана білген. Себебі ән тек аспанда ғана қалықтап жүрген. Бір күні сиқырлы ән төмен түсіп кең даланың үстінде қалықтаған. Ол жердегі көңілсіз адамдарды көріп аяп, осыларға бір жақсылық жасайыншы деп ойлайды. Ән көңіл күйіне қарай кейде жер бауырлап, кейде биікке самғап ұшып жүреді. Ән төмендеген сайын сол жердегі адамдар бірден әнші, жыршыға айналады. Ал биік қалықтап кеткен жердің халқы әншіліктен құр қалған екен. Ән қазақ жеріне келгенде төмен құлдырап, қалықтап ұшып, халыққа музыкалық қабілетті үйіп-төгіп шашады. Осылайша ол халықты ән мен өлеңнің, жыр мен күйдің, сол салмалықтың шеберіне айналдырған екен. Балалар, енді мына сұрақтарға жауап берейікші. Музыка дегеніміз не? Поэзия дегеніміз не? Музыка мен поэзияның айырмашылығы, байланысы неде? Қазақтың халық музыкасы мен поэзиясының байланысын не арқылы көруге болады? Музыка мен поэзияны байланыстыратын әндерді, өлеңдерді зерттеуді Абай Құнанбайұлы шығармалары негізінде жалғастырайық. Таяуда ғана 175 жылдығын бүкіл әлем болып атап өткен Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, философ, аудармашы, композитор. Абайдың өлеңдерімен қатар әндерде халық арасына кең тараған Сегізаяқ, айттым сәлем қаламқас, көзімнің қарасы, қараңғы түнде тау қалқып және тағы басқа әндері бар. Абай өз шығармаларында табиғат сұлулығын, адамның көңіл күйін әсерлі әуенмен бейнелеп жеткізеді. Абайдың әндерін зерттеушілер оның әндері европалық романстарға теңдейді. Қазір Абайдың жел үстінде жарық ай әнін тыңдайық.
күйін мына төр көздерде берілген сөздер арқылы сипаттаңдар. Ақын, жазушы, қоғам, мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау, тау ішінде, біздің жақта деген шығармалары халықтың сүйікті әндеріне айналған. Балалар, қазіргі сендердің тыңдайтын шығармаларың Көкшетау әні. Арқаның кербе сұлу Көкшетауы, дамылсыз сұлу бетін жуғаны жауын. Жан жақтан ертелі кеш бұлттар келіп жүреді, біліп кетіп есен сауын, есен сауын. Сексен гүл Көкшетаудың саясында, әр қайсы алтын кесе аясында. Ауасы дертке дауа жұпар иісі көкірек, қанша жұтсаң тоясың ба, тоясың ба. Хайла лиллай лилла лиллай лилла лай, хайла лиллай лилла лиллай лилла лай. Арғалған көкше бойлап қарағайым, қасында көкжиекті аппақ қайың. Жібектей желмен жарпып, төңірек тау балқытып, мас қылады иісім майың, иісім майың. Көкпүмбек құз басынан мұнар кетпес, басына атсаң дағау оғың жетпес. Бір жұтсаң Көкшетаудың жұпарынан өлгенше, көкірегіңден қомар кетпес, қомар кетпес. Хай лилла лиллай лилла лиллай лилла лай, хай лилла лилла лиллай лилла лай. Бүгінгі саяхатымыздың жарқын бір сәті бұл жұмбақ шешу ойыны. Ендеше қазір жұмбақ шешейік. Үлкен-үлкен түйені тастапты атам шөгеріп, өркеші бұлтқа тиеді, бауыры жатыр көгеріп. Әсемдікті, өнерді жақсы көретін менің сүйкімді шәкірттерім. Бүгінгі біздің музыкалық саяхатымыз музыка және поэзияға арналған болатын. Міне осы тақырып бойынша сендер бірнеше көркем шығармаларды тыңдадыңдар. Және осы сабақ барысында болған тапсырмаларды да ойдағыдай орындадыңдар. Жарайсыңдар. Алдағы сабақтарымызға сәттілік тілей отырып, мен сендермен осы көңілді әуенмен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.